Құркелес ауылдық округіндегі тұрғын үйлерге нөмірлер берілуде. Бұл туралы бізге аталған округ әкімінің орынбасары Әлия Құралова мәлімдеді. Тілшіміз арнайы барып, осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстармен танысып қайтқан болатын. Құркелес ауылдық округ әкімінің орынбасары Әлия Құралованың айтуынша, округ бойынша жалпы 5500 тұрғын үйге нөмір беру жоспарланған. Ал бүгін таңда 5292 үйге нөмір ілінген. Ал қалған 208 тұрғын үйдің нөмірлеу жұмыстары жүргізілуде. Құркелес ауылы округі бойынша 14 елді мекенге биылғы жылға әр үйге нөмір ілу белгіленген, 5500 үйге тапсырыс берілген. Оны Ізбасқанов жаңағы жеке кәсіпкер ұтып алған 10.481.000 қаржысына. Бүгінгі таңға 5292 үйге нөмір ілінді, 208 үйге қосымша жұмыстар жүргізіліп жатыр ілінетін. Нөмірлеудің уақыты осы биылғы жылғы 2020 жылғы 31 декабрьде аяқталу керек. Толық ілді. Әр елді мекенде өзі қосымша қосылған көшелер бар ғой. Бұрын елді мекен шегіне енбеген, солар елді мекен шегіне енгеннен кейін ол көшелерге атау берілу керек. Ол біз ономастикамен бірлесіп жұмыс істеп, сол көше атау берген көшелерге ілініп жатыр. Әкім орынбасары Әлия Дүкенбайқызы халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізудеміз. Биылғы санақ жүргізу барысында тұрғын үйлердің нөмірін қайта реттеу жұмыстары іске асырылуда дейді. Сосын бұрынғы тұрғылықты жаңағы тұрған азаматтардың жаңа учаскелеріне кейінгі кездері үйлер салған, бұрынғы салған үйлерге нөмір берілгенмен кейінгі орталарында қап кеткен үйлердің нөмірсіз болып қалған. Мысал үшін мына бірінші үй болса, екінші үй түсетін жерде учаске соған одан кейінгі үй үшінші болып жаңағы тақсан жұпсан болып келеді ғой. Сөйтіп орталарында қап кеткен. Ендігі біздің неміз, сол себептен міне жерде бірінші үй тұрса, жанында 31-ші үй тұрмайды ғой. Сол себептен халыққа түсіндіріп, соның бәрін бұрынғы нөмірлер емес. Біреулерден сәйкес келеді, біреулерден сәйкес келмейді. Сол сәйкес келмейтіндердің барлығын сәйкестендіру жұмыстары жақсы жүріп жатыр. Ол түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, мысал үшін ол қазір ода тұрға қиындық жоқ. Документацияда мысалы меніңкі дейді 31-ші нөмір болып тіркелген. Менің жаңағы госактімде де техпаспортымда да жазылған дейді. Ол бізден анықтама алады, қазіргі берілген нөмір бойынша. Мысалы бұрын 31-ші үйде тұрған болса, қазір оған 25-ші нөмір берілді. Ол кісі бізден анықтама алады да соңға барып өткізеді, өзінің нөмірі өзінен түседі. Енді тек қана бұл жерде бір қиындығы бар, сол 31-ші үйге тіркелген азаматтарды енді қазіргі алған нөміріне оны да бізден анықтама алып барып, адамдардың санын өзінің бұрынғы үйге книжкалар берілген ғой, кітапшалар. Сол домовой книжка дейміз ғой. Соны алып барып, 31-шідегі тұрған өзінің отбасын 25-ші нөмірге сон арқылы ауыстыралады. Өздеріңіз көргендей, әкім орынбасары Әлия Құралова тұрғын үйлерді нөмірлеу жұмыстары тәртіп бойынша заңға сәйкес еш кедергісіз жүзеге асуда дегенді айтты. Қуаныш Мырзаев, Айдос Дәулет, Сәт теле арнасының жаңалықтар қызметі.